бақылаумен бастайды екенбіз. Жақсы көңіл күймен отыра қойыңыз. Ал енді балаларымыз алдыңғы оқу бойынша өтілген сабақтарымызды еске түсіріп алайық, иә? Енді вот балаларымыз арқылы біз мына жерден өзімізге тиісті ұяшықты таңдаймыз. Сол ұяшықта бізде сұрақтар шығады екен. Тамаша. Оқи ғой. Сұлу сөзінің синоним ата. ата. Сұлу сөзіне синоним? Көрікті. Отыра ғой, тамаша. Келесі сұраққа. Кел гүлім, кел ал. Ал, сұрақ қандай ғой. Басын таңдайық. Тәтті сөзінің антонимін атаймыз. Тәтті сөзінің антонимін атай қойшы. дәмді. Дәм? Дұрыс па? Дұрыс емес па? Дұрыс емес қандай болу керек екен? Үнжу сен айта қойшы. Тәтті сөзінің антонимі қарама-қарсы мағынадағы сөздер. Ащы. Ащы, тамаша. Келесі, кел үнжу өзің келе қойшы. Келесі сұраққа. Жақын ал. Тағы бір қоса. Синоним дегеніміз не? Ал синоним дегеніміз не? Мағыналары бірақ дыбысталуы әр басқа сөздер. Тамаша. Отыра ғой. Келесі. Кел Мансұр. Кел Мансұр. Қазір. Баса. Антоним дегеніміз не екен? Кәні тақтаға балаларға айтпеші. Қарама. Тілімізде бір-біріне қарама-қарсы сөздер, мұндай сөздерді антоним сөздер дейді. Дұрыс па балалар? Тамаша, тамаша. Кел Кәусар. Амоним деген не? Амоним дегеніміз не? Тілімізде мағынасы әр басқа сөздерді, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздерді амоним сөздер дейміз. Дұрыс айтты ма балалар? Амоним сөздер деген дұрыс айтты ма? Жоқ, дұрыс айтпады. Беретін мағынасы әр басқа, бірақ дыбысталуы бірдей сөздерді қандай сөздер дейміз? Амоним сөздер дейміз. Ал енді бізге балалар тақырыпты ашу үшін пазл құрастыруымыз керек екен. Енді сендерге топтыққа тапсырма, осы пазлды құрастырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашамыз. Тамаша, болған топтар қанды белгі берейікші, қол шапалақтап. Қанды топ? Тамаша. Ал балалар, біз пазлды құрастырдық па? Қандай сөз шықты екен? Үнжу оқи қойшы. Тәртіпке бағынған қол болмайды, тәртіпсіз ел болмайды. Тамаша балалар, тәртіпке бағынған қол болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деген біздің Бауыржан атамыздың сөзі бар екен. Демек, біздің осы қаңтар айының құндылығы қандай еді? Тәртіп және заң. Ал енді аптадайық сөзіміз қандай еді? Тәртіп, тәрбие, бастау. Тамаша. Бізде тәртіпті балалар барлық жерде сақтауымыз керек, е? Сыныпта отырғанда, асханаға барғанда, қоңырауға шыққанда барлық тәртіпті сақтап жүруіміз керек. Балалар, енді біз пазлды құрастырдық па? Енді бізде тақырыпты пазлды құрастыру арқылы тақырыпты ашайық. Бізде тақырыбымыз қандай екен? Амоним сөздер дегеніміз не екен? Біз амоним сөздердің не екенін өткен сабақта өткен болатынбыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты 2-2-2-1 синоним, антоним, амоним сөздерді қолдану, сөздерді ажырату және мағынасын түсіну, сөйлеу барысында осы сөздерді қолдану. Біздің балалар сабағымыздың тақырыбы амоним дегеніміз не екен? Ал енді амоним дегеніміз не екен еске түсірейікші кәні? Мариям, айта қойшы, амоним дегеніміз не? Дыбысталуы бірдей білдіретін мағынасы әр басқа сөздер амоним сөздер деп атайды. Тамаша. Мысалы, үнжу айта қойшы. Алма дейді. Ал енді бұл алма не туралы айтып тұр? Жеміс, тағы да алма туралы. Ал айтайықшы, кім айтады? Дамир айта ғой. Ана кітапта алма. Дұрыс.
кітапты алма. Демек бұл жерде нені білдіріп тұр балалар? Екінші мағынада. Қимыл. Тамаша. Ал енді балалар бізде 19-шы жаттығу 3 қадам әдісі арқылы орындаймыз. Бірінші мәтінді тыңда. Ал енді балалар 19-шы жаттығудағы мәтінді тыңдаймыз. Жиі әдісі бойынша. Чемпиондарын мақтан етеді. Жамбыл облысынан шыққан спортшыларымыз бар. Олар Ақжүрек Таңатаров. Ал енді балалар екінші қадам бойынша қандай тапсырма берді екен бізге? Екінші қадам бойынша суреттегі спортшылар спорттың қай түрімен жеңіске жетті дейді. Енді балалар месіндегі 19-шы жаттығу бойынша мына спортшылар туралы мәліметтерді жинап келуге тапсырма берген болатынмын. Ал бірінші сезім сен оқи қойшы. Орнынан тұр. Олимпиадасында елдегі килограмм салмақпен жеңіске жетті. Алтын медаль иегері. Тамаша. Демек, қандай медаль иегері екен? Алтын медаль иегері екен. Ал сен айта қойыңжым. Қазақстан жеңіл атлетика спортшысы 100 метр кедергілер арқылы жүгіруден Сидней олимпиадасының жеңіп алтын медаль иегері. Міне, Ольга Шишикина да 100 метрлік кедергіде жүгіруден де алтын медаль иегері екен. Ал кім Мариям айта қой. Бақтияр Артаев 2001 жылғы Грекияның Афина қаласында өткен олимпиадада бокстан 69 келі салмақ арасындағы жарыс чемпионы ересектер арасында бокстан дүние жүзіне чемпионатының қола жүлде иегері. Тамаша, қандай медаль иегері екен? Қола медаль алған екен. Тамаша. Ал енді балалар біздің чемпиондарымыз жаңа олимпиадаларға барып медальдар алып қайтқан екен, енді бүгінгі сабақта да мен сендердің берген жауаптарың бойынша медальдармен бағалайды екен. Бізде балалар мынау қандай медаль екен? Алтын медаль екен. Бұны өте жақсы жауап берген балаға береді екен. Ал бізде мынаушы? Күміс. Енді шатасқан балаға береді екенмін. Мынау қандай медаль? Қола. Енді осы 3 медальмен сендерді сабақ барысында мен не істеп отырамын? Бағалап отырады екен. Балалар 20-шы жаттығуды біз жұппен орындайды екенбіз. Бірінші өлеңдерді жатқа жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіретін боламыз. Қазір бәріміз бірге оқиықшы. Түріккен, күрескен жер, тағы қар, күрес қар. Енді балалар осы жерде тағы қар деген сөзі кітаптағы түсіндірмек сөздерден қарап көріңізші, қандай мағына береді екен. Балалар таптық па? Ал мұнасын сен айта қойшы, қандай мағына береді екен? Қолдың бұлшы етін айтады екен қары деп, тамаша. Ал енді балалар осы жерде біз түріп жең, күресте жең деген сөздің мағынасын іс-қимылмен көрсетейікші кәне. Ал әнжу, түріп жең дегенде айтып қойшы, істеп қойшы қимылмен. Дұрыс айтады балалар, жеңін түрді. Бұл жерде не істеді? Қимыл емес, ненің жеңі? Киімнің жеңін түрді. Тамаша. Ал екінші мағынада күресте жең дейді. Кім күресіп көрмеші екеуі? Тамаша. Енді кім жеңді? Міне Дамир күрестен жең деген екі түрлі мағынада осы сөз не істеп тұр екен? Айтылып тұр. Жатқа жазада қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіреді. Тамаша балалар, осы дискриптор бойынша біз тапсырманың барлығын орындадық па? Тамаша. Ал тамаша, бүгін бізде Дамир күресте жеңіп, қандай медаль алды балалар? Алтын медаль алды. Тамаша. Жаңағы жаттығуды жазғанда кішкене Раяна не істеді? Қателесті. Келесі сабақта түземіз. Жақсы ережені айтқан кезде Кәусар сезімде не істеді? Кішкене қателессе, сол себептен саған күміс медаль береміз. Ал енді балалар кішкене шаршап қалдық. Демек біз не істейміз? Сергі балайық. Ал енді біз балалар математика, қазақ тілі, әдебиет сабағынан қай бөлімді бастадық? Екінші бөлім. Қандай бөлімді бастадық? Дені
Саудың жаны сау. Демек біз деніміз сау болу үшін не істеуіміз керек? Жаттығу жасауымыз керек. Кәне бәріміз бірден орнымызда тұрамыз. Тамаша. Ал енді жаттығуымызды бастаймыз. Серікке бардық па жаттығу жасап? Тамаша. Енді орнымызға отырамыз. Ал енді балалар, келесі жаттығу 22-ші жаттығу. Суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрау. Бұл бізде балалар топпен жұмыс. Мен әр топқа тапсырма беріп, сол тапсырма бойынша екі мағынада, сурет бойынша екі мағынада не құраймыз? Сөйлем құраймыз. Тамаша. Бірінші топ, екінші топ. Қара қатыс. Тамаша балалар, қой шөп жеді деп не туралы айтып тұр? Жануар туралы. Ал екіншісінде ше? Кітапты орнына қой. Қимыл. Не туралы? Қимыл. Тамаша. Мақтаны көрпеге сал. Не туралы айтылып тұр екен? Мақтаны көрпеге сал? Өсетін? Мақта? Туралы. Ал екіншісінде? Ал анам мені мақтады дегенде қандай мағынада айтылып тұр? Іс қимыл туралы. Тамаша. Ал енді жүр саған тапсырма. Мына жердегі амоним сөздерді мына жерге теріп жазуымыз керек. Суреттегі зат атауын анықтайтын сөздерді екі түрлі мағынада қолданып сөйлем құрастырады. Тамаша, осы тапсырма бойынша бізде дескриптивті балалар толық орындадық па? Иә. Тамаша. Ал енді біз балалар вот бала әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Ал амоним сөздер дегеніміз не? Тағы бір ережесін айтып өтейікші. Ал қазір айта ғой. Дыбысталуы бірдей беретін мағынасы сөздерді амоним сөздер дейді. Тамаша, дыбысталу берді, бірақ беретін мағынасы әр басқа сөздерді амоним сөздер дейді екенбіз. Енді балалар, мына жерде бізде амоним сөздерге мына жердегі тиісті суреттерді не істеуіміз керек? Орналастыруымыз керек. Ал енді келе ғой. Жүз. Тамаша. Ол не болады екен? Сан. Иә, тамаша. Келесі. Дәмен келе ғой. Келесі. Алма. Демек біреудің әмиянынан ақша. Алма дейді отыра ғой. Газин келе ғой. Тез-тез. Алма дейді. Тамаша. Бұл не екен Газин? Апарайын. Бұл не екен Газин? Жер. Жеріміз тамаша. Келесі жұмыс келе ғой. Үй дейді. Тамаша. Келесі мағынада келе ғой. Тамаша. Келе ғой. Тез-тез. Тамаша. Арамен аралар. Назар келе ғой. Тамаша. Келе ғой. Мане келе ғой. Гүлім келе ғой. Біреу. Тамаша. Қара түсті туралы айтып тұр. Екінші мағынада. Қайда қараймыз балалар? Айнаға қара. Тамаша. Бүгінгі сабақта біз балалар амоним сөздердің не екенін не істедік білдік. Ал енді бүгін біз балалар сабағымызды қалай түсіндік? Сабақты түсіндік па? Соны білу мақсатында балалар, бүгін сендерді мен кері байланыс аламын. Егер сендер сабақты түсінбей сұрағым бар дейтін болсаң, мына нұсқаны басасыңдар, а егер сендер сабақ өте керемет өтті дейтін болсаңдар, мына нұсқаны басасыңдар. Ал үнже келе ғой, бүгін сабақ қандай болған екен? Баса ғой. Тамаша, тағы да кел әкем, кел әкем. Ал енді балалар, бүгін сабағымыз осымен аяқталды. Үй тапсырмасын күнделігімізге жазып аламыз. Үй тапсырмасы 13-ші беттегі 21-ші жаттығудан өлеңді не істейміз? Көшіріп жазып, Шымбұлақ туралы интернеттен не істеп келесіңдер? Деректер жинап келеміз.